Қайырлы күн, құрметті Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының оқырмандары. Бүгін жүректен қосайық кезекті айдарымыздың саны шыққалы отыр. Сырлы әлем атты онлайн сұхбатымыздың бүгінгі құрметті қонағы жазушы Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты Тұңғышбай Төребердиев ағамыз бүгін бізге қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіз, Тұңғышбай аға. Тұңғышбай ағаның өмірінен оқырмандарға кішкене мәліметпен таныстыра отырсақ. Тұңғышбай Латабашұлы Төребердиев Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қарасқан елді мекенінің тумасы. 1973 жылы Шымкент педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті филология факультетін бітірген. Алғашқы еңбек жолын туған жерінде мұғалім болып бастаған жазушы 1978-1990 жылдары аудандық газеттерде, атап айтқанда Ордабасы оттары, Төле би туы газеттерінде журналистік қызмет атқарған. 1991-2013 жылдары Ақтөбе, Павлодар қалаларында Ақ керуен атты Қазақ-Қытай бірлескен шағын кәсіпорнын басқарған. Тұңғышбай ағамыз Қазақстан журналистер одағы және әлем халықтары жазушылары одағының мүшесі, Алтын әліппе прозалық жинағының авторы, Түркістан аймағының ең үздік жазушысы 2019 жыл бойынша Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты, әдебиет саласындағы халықаралық Қайрат Дүйсенов медалінің иегері, әлем халықтары жазушылар одағы алтын қауырсын әдеби сыйлығының лауреаты 2022 жыл бойынша, республикалық Айдос 2022 ұлттық әдеби байқауының номинанты, Рух пенен шығармашылық академиясы дипломының иегері, 2023 жыл бойынша Қырғызстанда алынған. Тұңғышбай аға, алдымен сұрағыңызды сіздің шығармашылық жолыңызға қарасақ, сіз қазақ тілі мен әдебиеті филолог мамандығы бойынша аяқтаған екенсіз. Сөз өнері әлемі сізді жалпы несімен қызықтырды. Бала Тұңғышбай нені арманда өсті. Балғын балалық шақ пен романтикаға құштар жастық шақ кезеңдеріңізге алдымен оралсақ. Әңгімені осыдан бастасақ. Рахмет, саламатсыздар. Негізінде адамның өсіп, өнуі, толысуы, сол анау жастық шақтан басталатын сияқты. Сол кезде жаңағы бойыңа не сіңірсең, ертең сол өсіп жемісін беретін сияқты. Мен кішкентайымнан жаңағы осы кітапқа құмар болдым. Сол 70-ші жылдар, 60-ші жылдар бала кезімізде сол бізде кітап өте жетімсіз болатын. Содан кейін мерзімді баспасөз уақытысында кешігіп келетін. Сол кезде ішкі жан дүниемізді жаңағы қанағаттандыру үшін, толықтыру үшін кітапқа бас қоятынбыз. Өйткені барлық өмірдің шындығы, барлық кереметтігі, оқиғалар сол кітапта баяндалады. Сондықтан біз кішкентай кезімізден осы әдебиетке құштар болып өстік. Соның жемісі бермәнді қазір ойлаймын. Сол кезде барлық қандай кітап болсын. Содан кейін журнал, ара журналы, сөзі журналы, басқа да журналдар болады. Солардың ешқайсысын қалдырмай оқып отырамыз. Мен соның жемісі деп ойлаймын. Жақсы, Тұңғышбай аға. Мынау енді біздің кітапханаға статистикасына жүгінсек, келген оқырмандар нені оқиды екен? Сұрақ бойынша біздер зерттеу жасауға сөйтсек, көбінесе жас оқырмандар болсын, жасамыс оқырмандар болсын, көбінесе қазір психологиялық кітаптар алады екен. Қазір психологиялық әдебиеттің астын сызып оқиды. Неге? Себебі ұлт депрессияда, ұлт несие құлдығының күйзелісінде. Олар өзіне қажеттісін оқиды. Қажетті кітап қазір психология болып тұр. Дегенмен де жүрек бар жерде, сезім бар жерде көркем әдебиет жоғалмайды деген пікірмен келісесіздер. Толық келісемін. Жаңа осы сұрақты оқып отырмын мен қазір.
содан бір түйдім әдебиет ол адамзат мәдениетінің темірқазығы деп. Ол әдебиет ешқашан жоғалмайды, қаншама технология өскенмен, өйткені адамзат өзінің ішкі жан дүниесіндегі бір кемшілікті жаңағы толықтыру үшін мен ойлаймын осы әдебиетке бас қояды. Қазіргі мынау жетілген дамыған заманда жұрт ойлайды, мынау кітап оқу азайып кетті деп. Бірақ кітап оқымаған адам мен оқыған адамның арасында жер мен көктей айырмашылық болып, оның білімділігі, саналылығы, жалпы адами қасиеттері жөнінен соны екі бөліп қарауға болады. Мысалы, кітап оқыған адам бір бөлек, кітап оқымай өскен, білімсіз өскен адам екі бөлек. Сондықтан мен ойлаймын, қазір бұл уақытша бір құбылыс. Бұл түбінде бәрібір адамзат өзінің түпқазығы осы әдебиетке, мәдениетке қайтып келу керек, солай да болады. Өйткені мынау бізге дейінгі жүздеген мыңдаған жылдар бойы жазылған шығармалар әлі есіп келе жатыр. Оны біз кішкентай кезімізден осы оқып жүрген кітаптарымызды жақсы білеміз. Адамзат өзінің дамуы үшін осы әдебиет мәдениет керек деп ойлаймын. Бұл ешқашан жоғалмайды. Дұрыс айтасыз, Тұңғышбай аға, мынау ең басты әдебиетте бір құдірет бар ғой. Ол қоғамды, адамды тәрбиелеу деген уақытымен қоғамдағы проблеманы көтереді әрине. Адамзат проблеманы көтереді. Одан бөлек, өзіміздің жеке болмысымызға келетін болса, әдебиет адамның жан дүниесін тазартатын. Сізше айтсақ, Нармахан Бегалиевше айтсақ, ботагөз бұлақ деп атауымыз болады ғой. Ендеше мына оқырмандарымызды психология саласындағы кітаптар өз алдында психологизмнің негізгі түп-тұқияны атасы осы көркем шығармаларда да жатыр деп ойлаймыз. Нәбіш Кекілбаев, Оралхан Бөкей кезіндегі Тахауи Ахтанов, Жүсіпбек Аймауытовтың, Мұхтар Әуезовтің қай-қайсының шығармаларын алсақ та, ең бірінші бұда үлкен арна желі болып жүретін әрине ол психологизмдік арна. Яғни оқырмандарымызды біздер көркем шығармаға оқуға шақырамыз. Енді Тұңғышбай аға, биылғы жылымызды мерекелерге толы, қазақ прозасы болсын, қазақ поэзиясы болсын, драматургиясы болсын, яғни қай жанрын алмайық, биылғы біздің мерекелер ақын жазушыларымыз биыл көптеп тойланып жатыр. Соның бірі де бірегейін айтатын болсақ, қазақтың кербұғысы атанған өткен ғасырдың 70-ші жылдары ұлттық прозамызда керемет романтикалық леп әкелген жазушы Оралхан Бөкейге биыл 80 жыл. Әрине Оралхан десе, оның ән салады шағылдар, үркер олып барады, қайдасың қаста құлыным, біздің жанда қыс ұзақ, ұйқым келмейді, құлыным менің драматургиялық шығармалары, сосын кейін өз отыңды өшіне деген романы. Міне осы бірінші ретте осы еңбектері, осы көркем шығармалары есімізге түседі. Осымен байланысты біздің баспасөз беттерін ашып қарасақ, Егеменді Қазақстан болсын, Жас Алаш газеті болсын, Айқын газеті болсын, Ана тілі газеті болсын, немесе журналдарымыз, Жұлдыз, Жалын журналдары болсын, барлығында Оралхан Бөкейдің 80 жылдығына байланысты жақсы шығармалар шығып жатқанынан хабардармыз. Енді біздің көкейімізде мынандай сұрақ тұрады: осы біз Оралханды оқып жүрміз бе деген. Мынау сіздің алтын әліппе деген жинағыңызды оқырмандарға көрсетіп қояйық. Тұңғышбай ағамыздың алтын әліппе деген 2018 жылы шыққан прозалық жинағы. Міне осының ішінде Арыстанды Қарабас деген ағамыздың хикаяты бар. Осы Арыстанды Қарабас деген шығарманың ішіндегі кейіпкерлерді қиын ситуацияға, яғни өмір мен өлім арасына салатын сәттері бар жазушы ағамыздың. Міне осы жағынан алғанда бұл стиль біздің Оралхан Бөкейдің стилін еске түсіретіндей.
Себебі Оралхан Бөкей шығармаларда көбінесе кейіпкерлері өлім мен өмірдің арасына салынып отыратыны бар. Яғни солардың арасына сала отырып жазушы адамдық болмысты, адамгершілікті таразылайтыны және бар. Ендеше сізге сұрақ, осы жалпы Оралхан Бөкейдің қазақ әдебиетіндегі алатын орны, немесе сіздің жеке өзіңіздің шығармашылығыңыздағы алатын орны бойынша кішкене пікір білдіре кетсеңіз. Рахмет. Бұл жаңа 70-ші жылдардың үстінде Оралханның есімде шығармаларын оқи бастадым. Мен нағыз сол жігіттік шағым еді. Бұл Оралхан Бөкей, бұл қазақ емес бүкіл әлем әдебиетіндегі ең бір жеке туған жарық жұлдыз деп айта аламын. Өйткені бұл бұған дейінгі ешкім жазбаған тың тақырыппен келді. Бұл Оралханды оқып отырсаң, мынау дүниеге, әлемге, табиғатқа, бүкіл адамзатқа ғашықтығын басқа бір қырынан көрінеді. Керемет тілдік суреттеулер, барлық оқиғаны жеріне жеткізіп баяндау, сол оқиғаны оқып отырып, керемет өзің көңіл күйге бөленесің. Маған сол Оралхан үлкен әсер етті. Содан кейін жаңа газетте редакцияда жүргенімде мен ауыл шаруашылығы бөлімін басқардым. Сонда көбінесе жаңа іс-сапармен шопандарды көп араладым. Сонда менің ойымда бір нәрсе тұрды. Бұл шопандардың өмірі, солардың ішкі жан дүниесі, трагедиясы, драматургиясы бәрі біз жеткілікті көрсете алдық па? Сол шопандар өмірін көріп жүрмін менің де көңілімде, жүрегімде, ойымда осылардың өмірін жазсам екен. Осы даланың біз білмейтін көптеген құпиясы бар ғой. Бұл қалай мына жетістіктерге жетіп жатыр. Тек ол шаруашылық, еңбек жетістігіміз, олардың ішкі жан дүниесі. Бұнда да даланың трагедиясы бар ғой. Деген оймен біздің елге Қараспан өңірінде Арыстанды Қарабас деген жер болады. Ол өте қатал қыста, ол Арыстанды Қарабас болса, елден аман қалу адамзаттың өте қиын. Сондықтан мен жаңағы басты кейіпкерім осы Бөкей, соның жаңағы жас шопан жігіт, соның өмірі арқылы жаңа айтылғандай сол дүниені бергім келді. Ақыры сол шаруашылық басшыларының жаңағы немқұрайдылық арқасы дейміз ба, сондай жайттердің нәтижесінде осы Арыстанды Қарабастың құрбаны болады. Содан кейін Оралхан маған көптеген шығармалардың, жалпы осы алтын әліппедегі барлық шығармаларға Оралханның несі бар, жаңағы әсері бар. Оның ішінде Раушангүл деген әңгімем бар. Содан кейін Перғыз деген новеллам бар. Содан кейін Ай нұры, көптеген жаңағы қысқасы новеллалар бар. Содан кейін жаңағы Аппақ дүние бар, Мона Лиза бар. Содан кейін не бар? Нәзікгүл бар. Нәзікгүл бар. Содан кейін Ай нұры бар. Осы кімнің әсерімен жазылған.
астарын ашуға оқиғаны баяндауға сол жағына ауысты деп ойлаймын. тұңғышбайға оралханның кезінде қара сөзбен жылай очерктер неделер керемет журналистік сапармен шығады. Немесе өнерге гүлдердей ғашық едім деген бір жинақ шықты. Ондай очерктермен тұратын өзі қайтыс болғаннан кейін өкінішті бар болғаны 50 жасқана жазады. Былайша айтқанда қазақтың маңдайына сыймай кеткен кер болды деуімізге де болады Оралханды. Оралханның жаңа сіз айтқан шын мәнінде құр мінезі, мынау аппақ дүние деген еңбектері шын шопандардың проблемасын актуальды, солардың көкейтесті мәселесін қозғай отырып, бірақ та ар жағында адамның тағдырын беретін. Мен сол сіздің еңбектерде де соны байқадым. Жасы шыққан Арыстанды Қарабас шері деген шығарманы шын мәнінде адамның жүрегіне мұң ұялатады. Аман қалса екен деп оқыған кезде тілеп отырып, дегенмен өкінішке орай жаңағы жас жалғасындай енді бір шұбап келе жатқан жігіт сондай үлкен адамгершілік істеп кішкентай қызды құтқарып осы жаңағы Арыстанды Қарабас шерінің өртінде қайтыс болып кететін сондай өкінішті. Міне бұл да мынау оқырмандарға үлкен ой салады деп жатырмыз. Себебі қазіргі нарықтық заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Мынау қатыгездік психологиясының қатыгездік белең алып бара жатқаны рас. Міне осы жағынан келгенде біз оқырмандарды Тұңғышбай ағаның шығармаларын оқыса екен деген тілекті айтқымыз келеді. Енді Тұңғышбай аға, мынау сіз Ордабасы оттары газетінде оның ескіше атауы коммунизм таңы, Ордабасы ауданынан шығып тұрған, міне сонда 10 жылдай біздің Тұңғышбай ағамыз қызмет жасаған журналистік қызметте. Айтайын дегеніміз, Ордабасы оттары дегенде ең алдымен Ауыз әлі келетін оның редакторы болған берге дейін, тәуелсіздік кезеңге дейін, одан кейін де басқарып құрметті зейнеткер демалысқа шыққан біздің аяулы ақын Нармахан Бегалиев еске түседі. Міне биыл осы талғамы да биік, танымы да биік, білімі зерделі ақынымыз Нармахан Бегалиев 80 жасын биыл тойлап отыр. Айтайын дегеніміз, осы Нарағаның шинелінен шыққан сіз журналист екендігіңіз, сол Нарағаның жалпы лирик ақын, журналист және қоғам қайраткері ретінде сізді қызықтыратын қасиеттері, талантты тұлғаның біз білмейтін қырлары бойынша кішкене әңгіме оқырмандарымызға айтып отырсаңыз. Рахмет. Негізінде менің мынау мұғалімдіктен журналистика келуім өзі бір айтып жүретін оқиға. Мен ол кезде жаңа өзім туып өскен Қарасқан ауылында институттан кейін 3 жыл мұғалім болдым. Кейін Арыс қаласына ауыстым. Сонда 2 жыл мұғалім болып жүрдім. Сол кезде ең бірінші мен шешілген түйін деген әңгіме жаздым. Бірінші рет соғыс тақырыбына. Сөйтіп оны аудандық газетке апарып бердім. Өзі аудандық газет Телмірманды болатын. Бірақ артынша сол 2 тілде аударылып шықты. Қазақша және орысша. Коммунизм тамы, Заря коммунизмі 2 тілде шығатын газет. Содан кейін бірден солай орысша тікелей аударылып шыққаннан кейін мен жаңа айтсам, бірақ күнде жұлдыз болып кеттім деп айтуға болады. Мектепте 100-ден аса мұғалім бар, 1000-нан аса оқушы бар. Бәрі сол кезде газетті оқиды. Сонымен жаңа кімсің жас жазушы болып шыға кетіп, бірақ сол кейіннен редакцияға барғанымда сол редакцияның хатшысы, жауапты секретарь, жауапты хатшысы газеттің Слан Нұрмағамбетов жата жабысты маған. Сен бізге керексің, мұғалімдікті қойып осы газеттің жұмысқа ауысты. Мен айтайын, журналистика бөлу, ол жазушылық, мен енді бірінші мына Танағалда әңгіме, енді қалай бірден журналист болып, кереметке сенке. Мен жаза алмаймын журналистика. Жоқ, сен жазасың. Мынандай немен, мынандай шығармамен, ол керемет. Болмаса өзіміз үйретеміз.
сонымен жаңа мені қабылдады. Ол кезде редактордың орынбасары Сабыр Әлібеков деген кісі болған, біздің ауылдас, ауылдың адамы. Бірақ ертеректен сояққа жұмысқа ауысқандықтан мені жақсы танымайды екен. Сол приказ беріп, жаңа бұйрық беріп, мені қабылдады. Ал ол кезде біздің Нармахан ағамыз отпускқа келген. Сол Нарекең жұмысқа келген уақытта мені көріп таңғалды. Қаяқтан жүрген адам. Содан кейін жаңағы Исламдар маған Сабыр Әлібеков түсіндірді, осындай келген мәселелер бар. Содан жұмысқа шақырып алды. Ең Нарекең керемет несі сөйлеп бірден маған екі бөлмені үй берді. Айтып сол газетте мен 8 жыл істедім. Барлық жаңағы газеттің ыстық суығынан өттім. Барлық жаңағы бөлімде жұмыс істедім. Қаттар бөлімінде де, ауыл шаруашылығы бөлімінде де, барлық бөлімде. Содан кейін алғаш газетпен бірге жаңағы радио хабарларын ұйымдастырып отырдым. Аудандық жаңағы радио хабарын тарататын не болған сөйледі. Жаңағы аудандық жаңағы папирлердің арасында. Соны жаңағы аптасында 3 рет сол хабарларын жүргізіп отырдым. Соны не керек журналистика төселдім. Түрлі очерктер жаздық. Жаңағы командировка шыққан уақытта сояқтан керемет материалдар алып келіп, газеттің жұмысы өте ауыр. Сол ауыр жұмыс мені шыңдады деп ойлаймын. Содан кейін менде жаңағы Оралханның әсерлері бар. Мен барлық шығармама осы әдебиеттің, көркем әдебиеттің жаңа нелерін қосып отырдым. Жаңа бөлшектер таза журналистикаға кеткен жоқпын. Өйткені мен болашақта жазушылығына солай әсер етті. Барлығы менің жаңағы фельетондарым болсын, басқа да очерктер болсын, жол жазба материалдары болсын, барлығының ішінде мен жаңағы өзімнің ішкі тікелей көркем әдеби сөздерді жаңағы қосып бейнелеп отырмын. Бұл маған болашақта үлкен жаңағы көмегін тигізді. Ал енді Нармахан аға өте қатал, принципшіл ұстаз болдыңыз, редактор. Бұның бір ғана мысалы, бір датаға байланысты 3 жаңағы еңбек ардагері жөнінде материал жазып тапсырды. Өзі ауыл шаруашылығы бөлімін басқаратыны, соның 3 жерден бір тракторшы дейді ма, бір қызды салушы, бір қызды тағы 3 қызды тауып, солардың өмірбаянын жаңағы өзінің блокнотына түсіріп алып келіп, бірақ газеттің жұмысы ананы оқып жазуға мүмкіндік бермеді. Сонымен жаңағы шығатын уақыт, жариялайтын уақыт келді, уақыт келе жатыр. Бір күні кешке Нармахан аға жұмыстан соң шақырып алып кабинетіне. Тұңғышбай бәрі материалдарын жазған жоқ. Жазбасаң, азанда өтінішін алып келіп жұмыстан кетесің. Содан кейін сен жазбасаң, басқа біреу жазады. Жарайды, мақұл. Сонымен жұмыстан қалдым. Таңғы жаңағы 9-ға дейін отырдым кабинетте. Ананы жазам, өзім азан ішке дейін жұмыс машина тоқпақтайтын. Бірден машинаға отырып жазатынсың машина. Алғашқы кезде жаңағы қағазға жазып жүрдім. Өйтсем қағаздан қайта машинаға көшіруге өте қиын болды. Сондықтан бірден жаңағы машинаға отырып, бірден материалды машинаға жазатын болдық. Азаннан кешке дейін машина тоқпақтаған жұмыстан соң тағы қалу керек. Соны таң атқанша отырып соны жаздым. Қанша шаршасам да 3 жаңағы триптих дейді, 3 түрлі материал жазып үлкен көлемді жаңағы газеттің ішінде 2 бетін алатын. Содан кейін таңертең сағат 9-да кегі апарып столына қойдым. Соны оған бір қаратты. Күлді. Адам түсірді такой. Содан кейін ол кісінің бір тағы қасиеті, біз жаңа азан кешке дейін машина тоқпақтап, жаңа материал алып барамыз, осында 3-4 ден. Бұлақта шақырып, барсам оны келіп шашып тастаған ғой жүрді. Жарымай қайтып жазды.
содан кейін кейде жаңағы беті қып-қызыл болады. Беті ана қып-қызыл болғанда, оны қып-қызылын көріп мен бетім қызарып кетеді. Жаңағы сол талап. Соның бәрі бізге өте көп. Жаңағы өзінің несін берді, жемісін. Сонымен жаңағы қысқа сөйлемдерге, оның арғы түкпірінде үлкен мағынаны беруге, мазмұн қысқа сөздер арқылы жаңа мазмұнын ашу жөнінде сол бізді үйретті. Ол жаңа өзінің кейінгі шығармаларында да бар. Сол ағаның бізге үлкен жаңағы тигізген жақсылығы деп ойлаймын. ағаның жаңағы өзінің тәрбиесінен көптеген ақын жазушылар өсіп шықты. Әрекем бізге солай басшылық жасады. Үлкен ұстаздық жаңағы тағылымға мол болды. Әрекем жөнінде айтатын болсам. Мынау кейін бір не есімізге түсіп кетті. Мына Мархабат аға кезінде сіз секілді ол да журналист болды ма Мархабат ағамыз. Сол сіз сияқты тапсырма алып кеңес кезеңінде ғой әрине. Тракторшы қыздар жайында мақала жазған ғой. Кейін тәуелсіздік алғаннан кейін кешір бізді тракторшы қарындас деген мақаласын оқығанмын өзім. Сол орын алған бас жүлденің аты кейін. Сол сияқты сізде кейін кешірім сұрап жазған жоқсыз ба? Жақсы. Мынау Тұңғышбай аға енді мынау алтын әліппеден басқа сіздің кітаптарыңыз ең Құдай қаласа басқа сөзден шығатын да болар. Бірақ сіздің жазып жүргеніңізден хабарымыз бар бүгінгі күнде де. Мынау әсіресе сіздің Facebook желісі арқылы таралған сіздің жаңағы әңгімелеріңіз қанды қаңтар, белді, шымқайқара, ине, жүрек деген әңгімелеріңізді тыңдадық, оқыдық. Бұлайша қазіргі таңда қоғамдағы өзекті мәселені қозғаумен де ерекшеленеді екен әңгімелер. Менің осының ішінен бөліп айтайын дегенім сіздің шымқайқара туындыңыз, яғни басты кейіпкер тұлпар болатын шымқайқара деген туындыңыз бізді өте қызықтырды. Мұның өзі шымқайқара туындыңыз Айдос ұлттық әдеби бәйгесінде 128 қатысушы үміткерлердің ішінен оза шауып мәреге жеткен 7 шығарманың бірі екен. Мынау сіздің шымқайқараңызды оқыған кезде әрине мынау салыстыратын болсақ, бірінші рет сіз жазып жатқан жоқсыз тұлпарлар жайында. Бұл сізге дейінгіде бізде елді елең еткізбеген көркем шығармалар, көркем дүниелер болған. Соны атап айтатын болсақ, мына батырлар жырындағы батырды біз тұлпарсыз елестете алмаймыз. Яғни батырды толыққанды батыр деген бейнесін шығару үшін оның міндетті түрде ақылды жар болады, сосын кейін міндетті түрде оның тұлпары болады. Міне осы халық ауыз әдебиетіндегі тұлпарлар бейнесі өз алдында. Енді қазақ әдебиеті тарихына келетін болсақ, әрине біздің арынды ақынымыз Илья Шамсығұровтың «Құлагер» деген атақты поэмасының хабарымыз бар. Одан кейін Шыңғыс Айтматовтың бәрімізді кезінде егілтіп оқығанбыз «Қош Гүлсары» атты романы бар. Шерхан Мұртазаның Тұрар Рысқұловты арқау еткен «Қызыл жебе» деген романын білеміз. Одан бөлек Тәкен Әлімқұловтың «Тұлпарлар тағдыры» деген атпен шыққан кезінде жинағы, осының ішіндегі «Қош бол ат сен» тағы басқа тұлпарларға арналған әңгімелері бар. Енді бүгінгі келетін болсақ, одан бөлек біздің Абыз ағамыз өзі өмірден өтті жақын арада. Әділхан Шідерхановтың «Ақжалдың ақыры» деген хикаяты бар. Яғни «Ақжалдың ақыры» деген хикаятын білмеген оқырман болмауы мүмкін емес деп ойлаймыз. Бұл да бір кезіндегі қазақ тарихының, қазақ халқының басындағы ауыр трагедиялық сәтті бейнелейтін шығармасы. Одан бөлек айтатын болсақ, бүгінгі орта буын қаламгерлерінен Гүлзат Шөлбекова деген жазушы қарындасымыз бар. Соның «Тортөбе» деген хикаяты, «Құланның ажалы» деген әңгімесі. Міне осылардың барлығында тұлпарлар тағдыры арқау етіледі.
Сіздің осы шыңқай қараңыз өмірден алынып жазылды ма, болмаса қиял дүниесіне деген сұрақ бізді қызықтырып отыр. Әсіресе осындағы жаңағы ішінде, сюжеттің ішіне енетін болсақ, осындағы қасқырлардың арпалысы. Осында кереметтей бейнеленген екен. Осы мына біздің қазіргі мифтік жазушы деп жүрміз ғой. Бүгінгі жазушы Асқар Алтайдың Қара бура хикаятын немесе Туажат романының бастапқы эпизодтарын есімізге түсіріп отыр. Осы Шыңқай қараның жазылуына не түрткі болды? Рахмет. Шыңқай қараны айту үшін мен ілгері барайын. Негізінде қазақ пен жылқыны екеуін елестету қазір мүмкін емес. Біз жас кезімізде сол атымен бер жеттік, есегімен бер жеттік. Үйімізде әкеміздің жаңағы жылқысы болатын. Соның бағып қақты. Бірақ кейін енді есеге ер жетіп кеткеннен кейін қайтадан жылқы малына қайтып жақындамаппын. Содан кейін кішкентай кезімде қасқырды запараттанғаным болды. Одан кейін қасқыр болды. Бірақ енді Шыңқай қара қалай жазылды. Енді жазушы болғаннан кейін барлық нәрсеге құлақ түріп болады. Жұрттың әңгімесін тыңдағың келеді. Содан бір әсер аласың, кейде ой түйесің. Сөйтіп жүрген кезінде бұдан 3 жыл бұрын былтыр жазылса, соның алдында 2 жыл бұрын мен бір оқиға естідім. Осы жылқы айғыр үйіріне қасқыр шауып, содан жаңағы үйірінің бәрін опат болып, өзі жаңағы таудан бір қасқырды тістеп алып құлады деген. Сол менің ойымда 2 жыл жүрді. Сонда мен ол өте қасқырмен жылқыдан көріп, мынау жылқының тектілігін, өзінің үйірін, мысалы қазақша адамша айтқанда отбасын қорғау үшін жаңағы сондай құздан құлап өлуі қазіргі мынау заманда сондай адамдардың арасында сондай адам қалды ма? Сонда бізде ұлтжанды отан сүйгіш қасиет бар ма қазір бізде? Соған өзінің отан үшін, отбасы үшін жанын қиятын қасиет қалды ма деген ойлар болды. Бар да деп ойлаймын, соны осы Шыңқай қара арқылы белгіледі. Неге Шыңқай қара? Керемет аттар болады. Қолын келіскен, жүні жылтырап, күнге шалқысып тұрады. Шыңқай қарадан да қараның керемет қарасы. Күнге жалтырап тұрған, әбден өзінің бабы келіскен сұлу ат болады. Сол мен көз алдымнан кетпек. Мен 2 жыл мазалады. Қалайда жазуым керек. Жазайын десем, жылқы жөнінде ештеңе білмеймін. Жазайын десем, қасқырлар жөнінде ештеңе білмеймін. Соның отырында интернетке кіріп, жаңағы сол жөнінде мәліметтер жинай бастадым. Жаңа өзіміз айтып өткендей, анау шығармаларды мен жас кезімде оқығанмын, кейін оқыған жоқпын. Ол жөнінде мағлұматым жоқ. Содан кейін мен осы бірге кетті демеңіз, мен 33 жыл 87 жылының алтын әліппені жаздым, осы повесті. Содан кейін қаланы ұстамай кеткен. Өйткені 90 жылдар келді де Аласапыран бір дәуірден екінші дәуірге атты. Сонымен тұрғындай түсінмен дегенде отбасын асырау үшін мен журналистиканы тастап жеке кәсіпке кеттім. Жаңағы бір фильм ашып, содан кейін Қытаймен арада Қытай жолы ашылып, Қытайлар келе бастап, солармен бір уақытысында айта берсек көп, бір адамға істеген жақсылығым бар еді. Сол алдыға келіп, сол Қытайлар арқылы сонымен танысып, сөйтіп басқа бизнеске кеттім, журналистиканы тастап. Сөйтіп арада 33 жылдан кейін келіп, осы қайтадан жаза бастадым.
33 жылдың ішінде мен кітап оқып жүрмін ашық. Бірақ менің ішкі потенциалым, ішкі жан дүниемде жас кезінде оқыған, алған жаңағы білім, мағлұмат менде қалды сол әсерлер. Мен жас кезінде жаңағы керемет адамзаттың 1000 жылдық тарихын қозғайтын 1000 бір түнді оқыдым. 1000 бір түн қалай жеңіл әдемі жазды, қызықтырып. Соның да әсері менде болды ау деймін. Соны айналып келгенде Шымқай Қараның жазу үстінде мен интернетті ақтардым. Сөйтіп отырып жылқы жөнінде материалдар жинастырдым. Ондағы мысалы жылқы жөнінде бір материал шықса, жұрт қандай пікір айтады? Соны зерттедім. 100 жаңағы пікір жазса, соның бәрін оқыдым. Соның ішіне әркім әртүрлі халықтың барлық несін сөйледі пікірі. Содан кейін қасқырлар жөнінде жинады. Қасқырлар қандай болды? Қасқырлар қалай болды? Содан кейін Шыңғысайдың оқыдым. Содан кейін сөйлем мен айналып бір сөзбен айтқанда, сөйлем мен өзім мағлұматымды толықтырдым Шымқайды жазу үшін. Сөйтіп мен Шымқайдың қасқырлардың бейнесін уже көре бастадым. Өзімнің жанымда. Ол қалай болды? Содан кейін бұның енді бір керемет жері осы Шымқайды жазып біткен уақытта Айбөз деген, жазудың үстінде Айбөз деген жаңағы Қазақстан Республикасының жаңағы ақпарат және мәдениет министрлігі бірінші бәйге ұйымдастырды осы әңгімелерде. Содан кейін сол жазып жатқан үстінде сол бәйгені көрдім мен. Осыған қатыссам болады екен деп. Содан кейін біздің алдымызда біздің үлкен ақсақалымыз бар. Біздің әлем халықтар жазушылар одағының деген одақ бар, үлкен ұйым. Дүниежүзінің көптеген мемлекеттерінің бірлесіп сол одақтың мүшесімін. Жақында президентіміздің арнайы бұйрығымен орынбасары тағайындалдым. Соның ішінде біздің үлкен абыз ақсақалымыз бар, жаңағы Сәбит Райсұлы Дүйсебаев деген, жақында 70-ге келді, педагогика ғылымдарының академигі, өте керемет ақын кісі. Сол Шымқай Қараны жазып сол кісіге жібердім, орысқа пікір айтсаңыз деп. Ал сол кезде Россиядан орыстар келе бастады бізге қаптап. Украинамен соғыс басталды да, былтыр жазда жаңағы жүздеген мыңдаған орыстар біздің елге кіре бастады. Сол кезде жаңа Сәбит аға айтты, сен мына қасқырларды солға қосып тұр. Сен осыны дамытсайшы. Олар қандай мақсатпен келіп жатқанын әлі белгісіз тұр. Қазір тынышталу. Содан кейін Шымқай Қараның алдында қайтадан жазды. Кірме қасқырлар дейміз. Кірме қасқырлар. Жергілікті қасқырлар. Кірме қасқырлар. Оның ішіндегі жаңағы көккөз қасқырлар. Жаңағы ол орыстар біздің өздері жергілікті қасқырлары қарағанда соны кетеді. Үлгерген жаңағы орыс ормандарындағы қасқырлар сияқты түсі соғым келетін. Сөйтіп Шымқай Қараны қайтадан жазып шықты. Сөйтіп Шымқай Қара күндіз түн 2 ай уақыт алды. Қазақша айтқанда бұрынды қанататын жұмыс болды. Сөйтіп соны біткен уақытта жаңағы Айбөздің бітуіне 3 күн қалған екен. Уақытсын. Содан кейін алдында жаңағы бір қарап шықтым да, сол Айбөзге жібердім. Енді 128 шығарманың ішінде жетілікке шығарма болды. Мен үшін үлкен жетістік. Оған дейінгі де біраз жеткен жетістіктерім бар. Бірақ мен жаңағы орманның өзінде қалыптасқан әлемді мойындату үшін ауылымды мойындайды. Ауылымды мойындамай, сен жазушы басқа мен ойламаймын, өйткені ауылың сені мойындаса, сен уже әлем мойындайды деген сөз. Осы өзіміздің Қазақстан мойындап, осындай жетістікке шығарған мен үшін өзім сенімділік пайда болды. Енді Шымқай Қара осы. Шымқай Қарада жаңа оқысаңыз, бұл жерде екі таудың ортасында үлкен атырап бар.
кейбіреулер дәл тартты, ол Қазақстан ғой деп. Ана жақта шығыста томсырайып барлық құпиясының ішіне бүгіп жатқан бір тау бар. Ол Қытай ғой деп. Батыстан бір тау жатыр. Басынан жаңағы ала бұлт жаңағы шығып, осы бері қарап келіп, жаңағы көшіп, тілінен жауап өтермекен әлде бір Алланың Құдайдың шапағат дейіп, жауымен өтіп кетермекен деген сол келіп жатқан орыстар еді. Ал енді Шыңғай өзі жаңағы өлеңнің артында Ала Құласа бар, Ала Құла деген Алатау мен құлагердің қысқарған аты. Енді менің ойым осы Ала Құланың өмірін жазсын. Ала Құла жаңағы құлыншақ. Екі тастың арасында қыстырылып Анам қалады. Анам қалады жаңағы ақ өліп кетеді. Сөйледі жаңағы енді бірінші қасқырлардың қалай шабуыл жасады, қалай аққыр өлді, анасы өзі қалай тастың арасында қыстырылып қалды. Сол жаңағы Ала Құланың көзімен сол шердегі оқиғаны жазсам, одан кейінгі Ала Құланың жаңағы өмірін жазсам деген біраз өзімде ойлар бар. Құдай қаласа ол қалар, Шыңғайлар үшін айтамыз. Мынау бізде оқыдық қой, бірақ жаңағыдай ойларды кішкене оған бармамыз, шын мәнінде қарап тұрсақ, шын мәнінде символикалық шығарма екендігі. Өзіңіздің аузыңыздан идеясында естіп отырмыз. Құтты болсын, Айдос сыйлығын алғаны, осы шығарманың ары қарай жалғасын күтеміз. Шын мәнінде сіздерде енді мынау оқырмандардың алдында сіздің осы жаңағы Шыңғай Қараның алдына берген эпиграфыңыз бізді қызықтырды. Яғни оқымысты үлкен жазушы Асқар Сүлейменовтың адамзат баласы Дарвинше айтқанда маймылдан жаралса жарылған шығар, бірақ қазақ текті тұлпардан жаралған деген эпиграфы қатты ұнады бізге. Асқар Сүлейменовтің кереметтей мына шығарманы ашып тұрғандығы. Міне осы эпиграфымызға ерекше қызықтық. Құтты болсын аға, осындай туындылар жаза беріңіз. Мен бір ауыз айтып кетейін сол жөнінде. Дауыс шықпай қалды ғой. Жақсы. Негізінде Фейсбук кішкене дауыс көтеріп не бола беріңіз. Дауысы шықпай отыр негізінде. Фейсбуктен сөйлеген кезде микрофонмен жақсы шығады да дауысы. Негізінде бұл жерде Шыңғай Қараның тағы бір идеясы ол тектілікті насихаттау. Мысалы, адамда тектілік деген қасиет қалды ма? Неге сол анау табиғаттан үйренбейді? Табиғаттың ішіндегі әсіресе жылқы, мал мен қасқыр екеуі де текті жануар. Мысалы, қазақ болғалы осы екі жануармен бірге өмір сүріп келе жатыр. Қасқырда қанша жаман дегенмен сол қасқырмен бірге өмір сүріп жүрміз. Қасқыр жамандық қырып тастаған жоқпыз. Бірақ қасқырдың да өзінің керемет қасиеті бар. Ол керемет қасиеті бар. Қасқырда қасқырмен жолдасына дейді. Ол қасқыр жаңағы текті, оның жаңағы түрлей сойсаң да тырс етпейді. Мынау Асқар Алтайда сізде де бар, Шыңғай Қарада оқыдық. Сондай екен. Ол өліп бара жатса да жаңағы арыз айтпайды. Асқар Алтайда да селебе деген есімде бар. Мынау содан кейін ол жаңағы иттер сияқты шалған үріп, ойбайлап, бағып шақырып кетпейді. Бұның қасиетті тектілігі. Өлімі ажалға арыз айтпайды, өліп кетеді. Ал енді жылқы бұл жаратылысынан енді адамзат қалай өзінің бауырына басқалы, ол адал жылқы. Жылқының адал. Жылқы да өзінің жаңағы өзінің үйіріне адал. Осы мен кейде ойлаймын, адам тектілікті осылардан үйрену керек сияқты. Бір жағынан идеясы осы. Екінші идеясы жаңағы енді жерді қорғау, Шыңғай Қара енді қасқырлардың көшбасшысына алып тұрған болды. Енді
болса қазақ прозасымен мына Асқар Алтайдың Қара бура деген шығармасы бар, кереметтей. Сонда да құздан, соның ішінде осы жаңағы түйе маңы жайында кішкене сюжеттік эпизодтар бар. Сонда жаңағы баласын боздап іздеген жаңағы түйе, нар түйе, өзі құздан ең соңында сол қайғыны көтере алмастан баласын бір байлар алып кетеді, сатып алып. Сол қайғыны көтере алмастан құздан өзін ұшырып өлетіні бар. Міне тура сол сәт, мына сіздің шыңқай қараңызда да сол сәттерді мен көргендей болдым. Өте керемет, шыңқай қарамыз жақсы шыққан туынды деп ойлаймыз. Енді мына біздің оқырмандардан да сұрақтар келіп отыр екен. Топтап қысқа нұсқа жауап бере салыңыз. Уақытымыз да өз мәресіне таяп келе жатыр. 5 сұрақ екен, оқи қояйын. Автобустағы қыз атты әңгіме қалай туындады? Екінші, сіздің шығармаларыңыз өмірден алынған ба дейді. Үшінші, шығарма жазуға деген қызығушылығыңыз қанша жасыңызда басталды дейді. Төртінші, қырғыз елінен дипломды қай шығармаңызда алдыңыз дейді, қырғыз елінен. Келесі 5-ші сұрақ, бүгінгі прозаның аяғалысы туралы ой пікіріңіз дейді. Осы сұрақтарды мен қайталап оқып жіберейін ба? Мынау негізі істемейді тұр. Автобуста қыз атты әңгіме қалай туындады дейді. Енді мен қазір ұлым бар. Қазір мынау заманның бір несі сияқты, көрініс сияқты болды. Жастар 30-ға үйленбейді. Бірінші оқу дейді, екінші жұмыс, карьера дейді. Сол сияқты менің ұлым бар. 30-ға келген, мектепте алтын медальмен оқыды, одан КБТУ-ды бітірді. Мұнай саласының нағыз маманы, қазір жаңағы не саласында істейді. Бірақ үйлену онша асықпайды. Содан кейін мен автобуста қыз деген, осындай қыз керемет үйге келін болып келсе екен, баланың өсіп сыңарын тапса екен деген ойдан туындаған шығарма. Кішігірім, енді сүйекті баланың өзі сүйген қызын тапқандай қылып, сөйтіп жаңағы ішкі ниеттен, тілектен туындаған. Содан кейін сіздің шығармаларыңыз өмірден алынған ба дейді. Менің шығармаларым жаңағы негізінде жазушы айтады, өзінің өмірін жазады деп. Менің шығармаларым көбі сол өмірден алынған, бірақ керекті детальдары басқа да жаңа нелер келе ойдан құрастырылған оқиғаның несіне қарап. Мен жаздым бейбіт, содан Кенжебек, $20,000, $100,000 деген әңгімелер жаздым, жаңа тәуіп деген. Оның бәрі таза өмірден алынған сол қалпында жаңағы жазылған. Өмірден өзінің өміріне алынған дүниелер. Ал енді басқа көркем дүниелер, енді автор бір ойды айту үшін басқа жақтан алып келмейді, оқиғаны осы өмірден алады. Өмірде өзінің басынан өткені, басынан өткені осы өмірді жаңағы түрден тұрып көркем сөзбен жеткізу. Оның мен шығармаларымда да бар. Содан кейін шығарма жазуға деген қызығушылығыңыз қанша жасыңызда басталды? Мен шығарма жазу жаңа айттым ғой, 25 жасымда келді. 25 жасымда бастап бірінші шығарманы жаздым, шешілген кейінгі. Содан қырғыз елінің дипломында жаңа Шыңғыс Айтматов атындағы дипломмен Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық әдеби сыйлықты 20-шы жылы қырғыз елінде өтті конкурс. Сол конкурсқа мен жаңағы 2 шығармамен қатыстым. Бірінші Қытай торғай деген әңгімемен. Осы Қытай торғайды қазір далаға шықсақ, аузы сап-сары, торғайдың 2 үшесі үлкен, кептерден сәл кіші құс бар. Қытай торғай. Соның
біздің Қазақстанға әкелген зобалаңы басқа да тірліктер жөнінде өмірден алынған нәрсе. Сол Қытай торғайды жаздым. Содан кейін Шыңғыс Айтматовты мен үшінші ұстаз есебінде алып, ұстаз деген жаңағы талдау жаңағы шығармасын жаздым. Онда жаңағы Шыңғыс Айтматовтың жаңағы теңіз жағалай жүрген тарихы, содан кейін тағы бір әңгімесін Шыңғыс ханның жаңағы алабұт деген сол екі әңгімесін жаңағы талқылап, таразылап өзіме берген әсерін жазып шықтым. Мен ойлаймын сол екеуіне байланысты мен сол проза бойынша Қазақстанда бірінші орынды мен алдым. Поэзиядан Битенова деген ақын қарындасымыз бар. Поэзиядан сол алды, проза бойынша мен алып, осы жаңағы мені марапаттады. Бесінші сұрақ, бүгінгі прозаның аяқ алысы туралы ой пікіріңіз. Өйткені ой пікір айту үшін бүгінгі прозаны оқу керек. Мен шындығына келгенде бүгінгі прозаны оқып жатқан жоқпын. Себебі оны оқуға уақытым жоқ. Мен 33 жылдан кейінге қайта жаза бастағаннан кейін мен бұрынғы жаңа айттым, ол оқығандарым бар. Сол қазір оқысам, солардың әсері тиюі мүмкін маған. Солардың жетегінде кетуі мүмкін. Сондықтан мен ішкі жан дүниемдегі өзім жазам деген нәрсе ешкім ішінде әсері жоқ кезде жазып көрсем дейді. Содан кейін оқып пікір бердім. Жақсы, Тынышбай біраз нәрселерден хабардар болды. Енді мынау әр жазушы Жүсіпбек Аймауытов айтады ғой, өз заманының, өз қоғамының ұлы дейді ғой. Яғни сол ортаға туғаннан кейін сол қоғамның заңдылықтарына бағынады деген сөз ғой. Сұрақтарда көптеп келіп жатыр. Тынышбай аға, сіздің шығармашылығыңызда деген. Сол енді сізге айтайын қоятын сұрағымыз, сізді қазіргі қоғамдағы қандай ахуал алаңдатады? Неден жұбаныш табасыз? Дидар Амантай деген мықты орта буын деп есептелетін шығар. Жақсы философ, жазушы бар. Сол жақында Егемен Қазақстан газетіне сұхбат берген екен. Сонда кереметтей мәселені қозғапты. Яғни бұл сенім. Қазір білесіз бе, мынау адамның ішкі жан дүниесінде өзі сенім бар ма деген, кейде қоғамның болашағына деген сенім бар ма деген алаңдайтын жағдайға ұшырады. Яғни сонда айтады, қоғамның барометрі сенім дейді. Яғни өзінің бүгінгі қоғамдағы сенімсіздік алаңдататынын айта келе, әсіресе дәл қазіргі кезеңде жалған сөздің көптігі күллі қоғамды сенімнен айырды деген пікірді айтады. Сіздің пікіріңіз қалай? Сіз бүгінгі қоғам жайында. Бір-екі ауыз. Енді сұрақ болғасын жауап беру керек. Мен негізінде өзі саясаттан аулаған адаммын. Бірақ айтады ол, сен саясаттан айналыспасаң, саясат келіп сенімен айналысады. Мен мынау шығармаларымда ешқандай саясат жоқ, саясаттан тұрмағанмын. Совет одағының кезіндегі саясат жоқ, мүмкіндіктерінің осы оқуға шейін келіп, бұл оқиғалар 40 жылдан бұрын жазылған шығармалар. Сол қазіргі оқырманды тауып отырса, бір жағынан сол саясатқа да соқпай, жаңа партия мен совет үкіметі мақталмағаннан шығар деп ойлаймын. Бірақ мен барлық нәрсе адамның ішкі жан дүниесін ашу. Сол айтпақшы, жаңа қазір қоғам, мен келе жатып ойладым, неге біз қалып кеттік Европада? Кейде мен нені ойлаймын, Германияны ойлаймын. Германия жеңілді, талқандалды. Неге арада 50 жыл өткенде ол бізден озып кетті? Жеңілген мемлекет, жеңген мемлекеттен озып кетті. Содан кейін ойладым, неге ұлт өз тағдырын әлі өзі шеше алмайды? Мен басқаны айтпаймын, қазақ
тағдырын бір адам шешеді. Солай болды. Біреуде жанында ұялмын, бірақ шындығы солай. Бүкіл ұлттың тағдырын бір адам шешті. Мен кешегі қандығырым басталғанда үйде едім осында. Біздің мынау 4-5-6 қаңтар тоқырым болды. Сонда мынау мен неге жақын тұрамын, кешке сояқта тарсылдап аттана қалып қырғын айқай шу болып жатқан кезде сол барым келді ортасына. Маған дейді, ағайын жібермеді, оқушы келесің. Мен соны көзіммен көргім келді. Сонымен сол қаңтар оқиғасы өте қатты әсер етті. Сөйттім де жаңағы бірінші бірінші әңгіме жазып бітірдім. Қаңтар оқиғасына байланысты лаңкес деген әңгіме жаздым. Лаңкес, бізді лаңкес деп сол қатысқандар жариялады ғой. Сонда бір жас жігіт арқылы мен соны көрсеттім. Не үшін мынау бар? Халық барды ғой. Алданса да барды. Ішкі жан дүниесіндегі тұрмысында бір мәселелер шешілмей келсін, сол барды. Сол лаңкес арқылы жазды. Содан кейін Айкөркем деген кішкентай қыз, 4 жасар қыз. Атырау оқушы. Сол маған өте қатты әсер етті. Ол кезде ол Айкөркемнің кім екенін де білмейміз. Бір қыз осындай оқушты деді, оның әке шешесін де білмейтін. Сол 3 күннен кейін сол Құдай ата деген әңгіме жазды. Содан кейін сол қаңтардың ортасына артынша қарап отырып, жаңағы ереуілге шыққандардың ішінде жаңағы оқ тисе де жағамызда жерге шықпай алып шыққан жігіт бар. Соны көріп отырдым да түсініксіз тұман деген, Алматы тұман басты оқиғасында. Соған байланысты түсініксіз тұман деген әңгіме жазды. Сол кезде менің ішім руханып, қатты қанжылап, 10 шақты әңгіменің идеясы туды менде. Менің үйде жаңағы Әлия деген апайым бар, менің бірінші кеңесшім сол оқып та, мынаның бәрі бір-бір ұқсап бара жатыр деді. Сол бір ауыз сөзімен болды, қазақша айтқанда. Демесі 10 шақты идея жатыр еді менде. Содан кейін мен үстіне 2-3 күн сайын бір әңгіме жазып жатқаннан кейін өзімде ой пайда болды, мен өзім қайталап отырмады. Соны көріп тастадым. Қазір өкініп, бірақ енді ойымда бар, келер. Осылай жаңағы. Жақсы, Тұңғышбай аға, сіз жазушы ретінде азаматтық дейміз ғой, енді бұл азамат ретінде мынау нелеріңізден байқап отырмыз, қоғамдағы алаңдардағы, яғни бүкіл қазақ тағдырына қатысты әңгімелеріңіз дүниеге келе берсін. Мен мына әңгімелер ары қарай жақсы осындай ой салатын, адам санасын оятатын әңгімелерге ұласа берсін дейміз. Енді мына оқырмандардан тағы 2 сұрақты топтап қысқа нұсқа жауап берсеңіз, кішкене сыны бар екен. Сосын Алтын әліппе кітабыңыз қазақтың ұлы мен қызының сезімі мен махаббат туралы туынды. Кітаптың сыртқы мұқабасына қазақ қыздарын қоюға болмас па еді? Ішкі дүниемен үйлесімсіз деген ой болмады ма дейді. Екінші, Захардин Қыстаубайдың пікіріне қатысты екен. Сонымен келісесіз бе дейді. Жаңа алдында сұрақты мен аяғын айтпай кетіппін. Сенім. Үміт өлген күні сенім керек. Үміт қай уақытта өлген? Ол адам өлген күні. Менде сенім өте мол. Біздің еліміз жақсарып, кемшіліктер жойылады, ұлт өзінің тағдырын өзі шешетін уақытта жетеді деген сенім менде бар, сенім ешқашан бермейді. Ал енді мынау Алтын әліппе кітабыңыз дейді. Қазақтың ұлы мен қызының сезімі мен махаббат туралы туындыны кітаптың сыртқы мұқабасына қазақ қыздарын қоюға болмас па еді дейді. Иә, бұл
алтын әліппе менің жаңағы шығармаларым ішіндегі ең шоқтығы биік, аяқталмаған, жазылғанына 36 жыл өтті. Мен 35 жасымда жаздым. Бұл алтын әліппе қалай келді? Бірінші соны дүниеге соны кетіріп алайық, айтып алайық. Алтын әліппе мен 80-ші жылдардың үстінде газетте жұмыс істеп жүргенімде қолына әлем көркем сурет өнерінің жауһарлары, енді тура аты ондай емес, сондай бір кітап қолыма түсті. Ішінде жаңағы 14-ші 15-ші жаңағы Европадағы қайта өркендеу дәуірінде керемет қылқалам шеберлерінің салған суреттері. Оның ішінде Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тициано толып жатқан кезінде солардың керемет суреттері берілген керемет. Соны қарап отырдым, сонда әйел бейнелерін, қыздардың бейнесін қарап отырдым, мені онша қызықтырмады. Мен айтам, 21-ші ғасырдың сұлуы, одан 100 есе сұлу. Мен енді әнесі жазып жүргеннен кейін менде идея туды. 21-ші ғасырдың сұлуын мен неге жазбаймын? Сөйттім да, қиял кемесіне мініп шарап кеттім. Қалай жаздым? Қалай бұл туындыны беремін? Сөйттім да, 21-ші ғасырдың сұлуын жазу үшін бұл жазушы болу жеткіліксіз. Мен ойладым, оның басты кейіпкер суретші болу. Бұл суретшінің көзімен қарау. Бұл сол сурет салу керек. Сонда мен шығармам маған лайықты 21-ші ғасырдың сұлуы. Жаңағы айтатындай, жырлайтындай, жұрт сенетіндей болу керек дегенмен, сонымен Шымкент қаласындағы көркемсурет училищесінің бір студентін алдым. Бірақ оның ішіндегі барлық оның жан дүниесі мен. Жазушы өзін жазады. Ал басқалар ешкім жан дүниесін білмейді. Мен өзім ғашық болған қызды, ғашық болып сол суретшінің көзімен беруім керек. Сондықтан мен жаңағы Жаннұр деген жігітті алдым. Ол өзім. Содан кейін енді Эра деген қызды алдым. Латышның қызы. Пойызды танысып, жаңағы бұл енді суретші боласың, сұлу қыздардың жаңағы деталь бір кім атақты ұмыттым, сонда айтады, мен бір сұлудың суретін салу үшін кемінде 10 сұлуды көруім керек. 10 сұлудың детальдарын әкеліп бір адамға орналастыру керек. Ал менің кейіпкерім оны бір адаммен көргісі келді. Мен ойлаймын, оны мынадан көргісі келді, мынандай сұлу, 21-ші ғасыр. Сөйтіп соны жолығады сол қызбен. Сол қызға 3 күн тарихы басталады, кейін қызды шығарып салады. Бірақ басында айтылады, бұл екінші дәптер үйленген уақытта жаңағы жазушы, журналист жігітке сөйлеп айтып берейін, бірінші дәптері деп. Сонда осы қыз сонымен екі жастың арасындағы кіршіксіз махаббатты жырлағым келді, айтқым келді. Бүгінгі сұлуды. Ал енді мынау қыз, бұл Жапонның қызы. Мен осыны, бірақ бұның кітаптың алтын әріптерінің ішіндегі барлық суреттер менің қиялымдан шыққан. Қыздың бейнесі, түрі, қылығы, бәрі мен қазіргі бүкіл қазақ қыздарының бойындағы бейнесін әкеліп сөйлеуге болады. Ал енді қалай Жапонның қызы? Мен бұны жазған кезде интернет жоқ еді ғой. Бір қыздың суретін әкеліп ұқсатып қоя алмайсың. Кейін интернет дамыды. Осыны машинкада жазылғаннан интернетке келіп отырған қыз айтты маған. Аға, сіздің кейіпкеріңізде қыздың суретін таптым. Осыны беріңізші. Содан кейін мен осыны беруге мәжбүр болдым. Өйткені бұл маған қатты ұнады. Менің жаңағы кейіпкерім Эрамен тура сол болды. Бірақ Эра латышың қыз емес, түбінде Арай деген қазақтың қызы бұл шығар.
дәптер жазамын деген ойдамын. Оның шешесі де қазақ, таза қазақ. Енді мына жаңа сұрақ қойып отырған адамдар, енді мүмкін екінші дәптерінде қазақтың қызы қойды. Осыған ұқсас қыздар табылып жатыр. Алтын әріптер осындай. Содан кейін екінші Захардин Құстабаевтың мақаласын. Иә, Захардин керемет пікір жазыпты, пікірге толықтай қосыласыз ба дейді, асыра сілтеушілік бар деген ой бар ма дейді. Захардин аға былай айтқан, прозасының ақ өлеңнің елі ескен жазушы дейді. Енді ол Захардин аға қазақтың белгілі жазушы драматургы. Енді ағам айтып өтсін, мен қалай болдым, асыра сілтеу артық деп айта алмаймын. Оқырман қандай ой айтады, соның келісуге тура келмейді. Жақсы, Тұңғышбай аға, әсерлі шығармаларыңыздың идеясымен бөлістік. Біраз нәрседен хабардар болдық. Мынау бізге алтындай уақытыңыздан бөліп, біздің бүгінгі жүректен қозғай хабарымызға келіп отқаныңызға көп рахмет айтамыз. Енді деніңізге саулық, шығармашылығыңызға кең өріс тілейміз. Мынау қоғам дамуына түрткі болар, сананы сілкіндірер шығармалар қаламыңыздан туындай берсін. Мынау сұхбатымыздың соңын Тұңғышбай ағамыздың Шыңқай қара деген туындысынан оқырманға ой салатын мынандай жолдармен аяқтағымыз келіп отыр. Өзгермеген тектілік екен. Онда да ол 18 мың ғаламның ішінде арғымақ пен көк бөрге бұйырыпты. Лайым қазақ ұлты оқырмандарымыз тектілігімізді жоғалтпайық. Рахмет. Рахмет сіздерге.